бірақ мен бәрібірде іштей көп ойланам. Мен соған шынымен де лайықтымын ба деген сияқты. Қандай сұрақ қойып едім, өзім қалдым ғой. Мен ауылда туғам, сол жақта туып өстім. Бір еркек мені ұстап алып кетіп қалады. Негізі мен 140 нөмір 1 болады деп күткен жоқпын. Бәріңе сәлем. Бүгін бізде кезекті сұрақ-жауап айдары. Дәл қазір көмекшің маған кез келген сұрақтарды қоятын болады. Мен осы жерде шынайы түрде жауап беруге тырысам. Сол сұрақтарға жауапты білу арқылы жалпы мені жақынырақ тани түсесіңдер деп үміттенемін. Мен бұл сұрақтарды естіген жоқпын. Қазір бірінші рет естіп осы жерде жауап беретін болам. Сонымен кеттік. Так, ол жеке өмірге қатысты сұрақ шығар. Қай кезде тұрмысқа шығасыз? Одан кейін қанша ақша табасыз айына? Одан кейін, так, вроде осы екі сұраққа жауап бергім келмейді. Бірақ жауабым бар дегенмен жауап бергім келмейді, и бұны адамдар жиі қоя береді. Кейбір жерде мен жауап берсем де қоя береді. Соған кішкене шын келеді. Ой, так деген сөзді өте жиі айтам. Мен кез келген істі бастайтын кезде, кез келген бір әңгімені бастайтын кезде, әсіресе жиналыста так деп бастаймын. Одан кейін қандай сөз бар еді? Мен айналамдағы адамдар лучше білетін сияқты, сол так деген сөзді айтам. Одан кейін қандай сөз бар тағы? Ау? Ол сенен жұққан сөз ғой. Ужас деген, ол да бар. Примерно осылар, Өте жақсы сұрақ. Менің ойымша, осы күнге жетуіме әсер еткен әрине ол кезіндегі ұбт тапсыруым деп ойлаймын. ұбт-ны басқалармен салыстырғанда ойдағыдай тапсыра алмадым. Дегенмен, оны кейінірек өзім мойындадым. Бәрібірде мен өз деңгейімді алып шыққан екенмін деп. Өйткені мен өз-өзімді алдаған сияқтымын. Мен 115 алам, мен 120 алам деген сияқты, бірақ мен өзімнің білімім оған жетпейтінін іштей сезіп жүрсем де, өз-өзімді алдауға тырыстым. Әрине ол кезде шпор, телефонмен кіру деген сенімділік берді деп ойлаймын. Мен соған да мүмкін сеніп кеткен шығармын. Бірақ мен басқа сыныптастарым сияқты телефон, шпор қолдан алған жоқпын. Өз деңгейімді, өз біліміммен тапсырып шықтым. Оның арқасында әрине мен шынайы тапсырдым деп өзімді ақтағанымда болды. Ешқандай ешнәрсе қолданған жоқпын деп басқалармен салыстырғанда. Дегенмен өзіме тым қатты сенімді болып кетпеу керек екенін, және де өз-өзімді алдамау керек екенін түсіндім. И сол қателіктен сабақ алу арқылы мен ары қарай өзімнің мақсатымды айқындап алып, енді келесі мақсатыма жету жолында мен өз-өзімді алдамаймын, өз-өзіммен шынайы болам, және де тым қатты сенімді болып кетпеуім керек. Соған сай өзімнің білімімде болу керек екенін түсіндім. Ондай сұрақтар мені жиі мазалайды. Қазір барлық жастар жазады ғой, мен сізді үлгі етем, сіз өте күштісіз, сіз білімдісіз деп, осындай жаста жетістікке жеттіңіз деп бәрі тамсанып жатады. Бірақ мен бәрібірде іштей көп ойланам. Мен соған шынымен де лайықтымын ба деген сияқты. И барлығы мені шынымен үлгі тұтамы, и шынымен мені жақсы көремі деген сияқты. Кеше мен Мартин Иден деген кітапты толық оқып бітірдім. Кезінде мен бірінші курста сол кітапты оқыған болатын. Сол кезде Мартин Иден маған өте қатты шабыт берген ол кітап. Өйткені Мартин Иден ол өте сауатсыз, қарапайым моряк болды. Яғни теңізде жұмыс жасайтын. И ол өте бай отбасымен танысады. Сол кезде түсінеді, мен осыған ұмтылуым керек деп. И бай қызға ғашық болады. Сол бай қыз сауатты қызға тең болу үшін ол өте көп еңбектенеді, оқиды. Жазушы болам, мен атақты жазушы болып көп табыс табам деген сияқты. Барлығы рух үшін деген сияқты. Бастапқы кезде оның ешқандай кітабын, жалпы жазып жатқан туындыларын ешкім менсінбейді. Журналдар, қаншама газеттер, баспалар оған отказ береді. Кейін бір жол болып, жаңағы шығармаларын уже бастыра бастаған кезде ол түбінде атақты жазушы болып кетеді. И кәдімгідей ақшасы көп болып кетеді. Кейін
сол атақты болған кезде барлығы оны мақтай бастайды, и барып оның бүкіл кезінде алмаған, отказ берген бүкіл шығармаларын шығара бастайды. Сол кезде Мартин андай сұрақ қояды өзіне: неге бұрында мені осылай ешкім қолдаған жоқ, неге осылай менің шығармаларымды күшті деп айтқан жоқ, кезінде мынау болмайды, сенің қолыңнан ештеңе келмейді деп маған сенбегендер, қазір мен атақты болып бастағанда, ақшам көбейіп бастағанда барлығы керемет деп бастады. Мен сол баяғы Мартин Иденмін ғой деген сияқты нәрсені айтқан кезде, менің өмірімде де сондай сәттер болғанын есіме түсті. Прям Мартин Иден сияқты болды деп айта алмаймын. Мен қасымдағы адамдарға кейде қарап айтқан кездерім болған. Мен кезінде Жұлдызай болған кезде мені дос ретінде санаған, менің сыныптастарым, группаластарым маған бәрібір де жақын. Өйткені мен осындай деңгейге жетпеген кезімді де көрді олар. Сол кезде де мені қолдай білді. Ал қазіргі кезде шыны керек, сенің ақшаң көбейген кезде, белгілі бір деңгейде танымалдылығың болған кезде бәрібір де сені керек етіп тұратын, ақшаң үшін қалай айтсам болады, сол ақшаға дәметіп бір ұсыныстар тастағыш, кездесуге шақырғыштар өте көбейіп кетті. Сол кезде мен Мартин Иденді кәдімгідей түсіндім. Ол бәрібір де бір өмірдің заңдылығы сияқты. Оған бір ренішпен де қарауға келмейді деп ойлаймын. Бұл өмірдің заңдылығы, адамдар табиғатынан сондай. Сен бір атақты бола бастасаң, сенің қасыңда жүргіш болып кетеді, сені мақтағыш болып кетеді деген сияқты. Сондықтан мен өз басым қасымдағы адамдарды мынандай фильтрмен қараймын. Мен дәл қазір Құдай сақтасын, осы танымалдылығымнан, осы байлығымнан айырылып қалсам, кім менің қасымда қалады? И осы қалады десе, ол менің нағыз, мені жақсы көрген, мені қолдаған бір адал жандар деп танимын негізінде. Қандай сұрақ қойып едім, өзім қалдым. Әрине, ондай оқушылар болды. Үндемей барып жоғары балл жинап кеткен. 2020 жылы мен бір оқушыма өте қатты сендім. Сол қыз рекорд жасайды деп. Сол қыз ұбытқа кіретін кезде мен статус аламын WhatsApp-тан. Бүгін ең жоғары балл жинайтын қыз кіреді деп. Типа сондай текст жазам. Бүгін бір оқушымнан үміт күтем деген сияқты ма. Сол күні өкінішке қарай мен сенген қыз емес, қатты тоже сендім, бірақ прям ондай жоғары балл жинайды деп ойламаған оқушым жоғары балл жинап кетті. Ол әрине 2020 жылғы Жалғасова Алия. 2020 жылы ұбт өте қиын болды негізінде. Ешкім ештеңе көшірмеді, телефон қолдан алмады. Соның өзінде ол өз білімімен кәдімгідей 130 балл жинап шыққан. Біздің кезде ол деген 140 баллмен тең болған. Сол Алияға осы жақында сөйлесем, Алия айтады, сол статусыңыз маған әсер еткен дейді. Мен тура ұбытға кірейін деп жатқан сол статусыңызды көрдім, и маған бір сенімділік берді дейді. Әрине ол мен емес деп ойладым дейді. Басқа қыз екен біліп отырдым, бірақ сонда да маған бір шабыт берді, и соның бір үлесі болды дейді, мен жоғары балл жинауыма. Сондай. Мойындаймын, бастапқы кездері мен бизнеспен айналысып жатырмын деп ойлаған жоқпын. Мен өзімнің сүйіктісімен айналысып жатырмын деп қарадым. Бірақ 2021 жылы мен уже ойлана бастадым. Кеңейе бастады, оқушылар көп келе бастады. Мен Алматыға көшіп келген жылы нақты шештім. Уже мен бұл ісіме кәдімгідей бизнес тұрғысында қарай бастауым керек екенін. Сөйтіп білім ала бастадым, басқа адамдармен кеңесе бастадым. Сол кезде мен өз-өзімді қатты бағаламаған сияқтымын. Сол адамдармен кездесе отырып, ол кісілердің сөздеріне мән берсем, олар маған сен үлкен іспен айналысып жатсың, сауапты іспен айналысып жатсың, бұл жоба өте болашағы бар жоба деп сенім білдіргенде, мә деп қарап бастадым. И сол кезде мен егер үлкен компания ретінде қалыптастырғым келсе, онда бәрібір де ақша санап бастау керектігін түсіндім. И солай финансовый жағынан білімімді толықтырып, сол жағынан уже бизнес тұрғысында қарай бастадым. Оған дейін андай оқушылар ақша қанша ақша төлеп жатыр, айлыққа қанша кетіп жатыр, оны мүлде есептеу деген болған жоқ. Смотря қай жылда түп кетеді. Құдай сақтасын, енді 140 мәңгі өмір сүрсін.
ғасырдан ғасырға қалатын ұлы компания болсын деп тілеймін. Дегенмен өмірде әртүрлі нәрсе болады. Егер 140 болмай жатқан жағдайда, менің ойымша әр 140-тың әрбір мүшесінің жүрегінде бір ыстық естеліктер қалдырады деп ойлаймын. Шынымен де 140 ол тек қана білім беріп жатыр деп ойламаймын. Үлкен бір дамушы орта қалыптастырып жатыр. Сол арқылы біздің оқушылардың ойлау жүйесін өзгертіп жатыр деп ойлаймын. Өмірге деген көзқарастарын өзгеріп жатыр. Яғни 140 болмаса да, яғни 140-та оқып шыққан, қазір оқып жатқан оқушылар болашақта бір ұлы тұлғаға айналып, осындай жобаларды өздері жасайтындай деңгейге жетеді деп ойлаймын. И сондай бір із қалдырамын деп ойлаймын. Яғни 140 болмаса да 140-тың кезіндегі мүшелері, яғни оқыған түлектері үлкен сондай 140-тан да жоғары жобаларды дүниеге келдіріп, сондай ұлы іспен айналысады деп ойлаймын. И сол менің миссиям негізінде. Конкуренттер ма? Негізі бұрында болған. Құдай-ау, ұбт-ға бұлай дайындамайды ғой, неге бұлай істеп жатыр, неге оқушыларды ойламайды, неге бұлай алдайды, неге манипуляция жасайды деген сияқты іштей бір ыза болатын. Бірақ мен оны ешқандай бүйтіп сыртқа көрсеткен емеспін, ол адамдарға тікелей айтқан жоқпын. Жарайды, өз таңдаулары ғой, и бір уақыт көрсетеді, ондайлар өз уақытында бұл нарықтан кетеді деп ойладым. И дәл солай болды. Қазір ондай ол курстар нарықта жоқ. Бірақ қазір біршама өзгерді деп айта аламын. Өйткені ол әрине өзгеруіне де бәрібір де 140 әсер етті деп ойлаймын. Өйткені 140 ол ұбт-ға қалай дайындау керек екенін моделін бір қалыптастыра алды деп ойлаймын. И қазіргі конкуренттер 140 қалай дайындап жатыр, соған ұқсас дайындап бастады. И соған қарай бір нарықта бір нағыз бір оқушыға жанашитын конкуренттер қалған сияқты. Дегенмен барлығы деп айта алмаймын. Арасында әлі де бар. Тек ақша үшін жұмыс жасайтындар. И мен осы Инстаграмда бір пост жазғам. Егер білім саласында жұмыс жасайтын болсыңдар, тек ақшаны көздеу ол дұрыс емес деп. Сол нәрсені әлі түсінбегендер де бар. Дегенмен олар ұзаққа бармайды деп ойлаймын. Білгің келіп отыр ма? Көбісі біле бермейтін шығар, бірақ мен 3-ші сыныпқа дейін ауылда тұрдым. Мен ауылда туғам. Сол жақта туып өстім, өндім. Сөйтіп 2006-да Астанаға көштік қой. Оған дейін мен ауылда кәдімгідей әжеміз үйіне барып, біз мал бағатынбыз. Әжеміз өте көп мал ұстаған. Сол ағам, әпкем барлығымыз мал бағып жүретінбіз. Сол кездері қызықты сәттері көп болды. Біз малдарды жоғалтып алатынбыз. Түнге дейін сол малды іздейтінбіз. Сөйтіп кейбір кезде малды шынымен жоқ болып кететін. Кейбір кезде біз тауып алатынбыз. Сол кезде мысалы сиыр жоғалып кетсе, ол примерно туып жататын. Бізде шірпілер болатын, соның ішіне кіріп алып, олар туып жататын. Сол туатын болғандықтан сол жерде қалып қойған ғой, біз сөйтіп оны іздейтінбіз. Қызық кездер болатын. Одан кейін тағы бір естелік демей қойыншы. Қызықты момент. Оны көбі біле бермейді екен. Тіпті мамалар кажется ұмытып қалған. Бірақ менің кәдімде есімде қалған ол. Біз ауылда тұрған кезде, енді дәретханамыз біздің сыртта болатын. Біздікі еще бір алыста болатын, бүйтіп ұзын жүретінбіз. Сол дәретханада мен примерно жасым 5-6-да ма, мен дәретханаға түсіп кеткем. Бірақ дәретханаға полный түсіп кетпегем. Осылай қолым бүйтіп қалып қойған ғой, сосын мама деп айғайлап, әйтеуір мен мамалар құтқарып алды. Сол кәдімгідей есімде қалған. Одан кейін тағы бір қызық, қорқынышты сәт. Біз дәбапаның үйінде қонаққа барғанбыз. Сол кезде біз кішкентай балалар далада ойнап жүрген кезде бір еркек мені ұстап алып кетіп қалады. Сөйтіп ойбай, мен ұрлап кетті деп жылап, мен мама деп айғайлаған кезде ол кісі ештеңе етпейді деп мен көтеріп алып, ауылда білмеймін бүйтіп аралап, көшені бір аралап келді. Сөйтіп барып, мені сол үйге қайтадан алып келді. Сөйтсем ол кісі мас екен. Мас болғаннан кейін мені көтеріп алып кеткен, бірақ мақсатын түсінген жоқпын, не үшін. Сол кезде мен кәдімде қорыққан, болды, мен өлдім. Мынау мені айдалға алып кетеді деген сияқты. Бірақ әйтеуір аман қалдым. Сондай қызықты сәттер бар.
күтпеген сәт па? Негізі ондай сәттер болды ше. Қазір есіме түсіре алмай жатырмын. Ананы қолға ұрып, A few moments later. Мен 2019 жылы универ бітірген кезде мен Алматыға көшіп келем деп ойладым. Алматыға келдім, бірақ квартира таппадық, офис таппадық. Мен офлайн ашам деген ой болған. Кейін барып мен не істерімді білмедім. Сөйтіп, Шайық Жанел менде оқушым болды. Сол оқушыма просто так жаздым. Осындай проблема болып отыр, не істеймін деген сияқты. И сол кезде ол маған айтқан, онлайнға көбірек көңіл бөлсеңізші, лучше Астанаға кеткеніңіз дұрыс шығар деп. Содан кейін барып ойланып қалдым, онлайнды да дамытуға болады екен ғой деген сияқты. Шынымен де мен қазір әлім жетпейтін нәрсеге ұмтылып жатқан сияқтымын деп Астанама сол кезде қайтқан болатын. И соған шынымен де Шайықтың ойы қатты әсер етті. И соның арқасында мен онлайнға көңіл бөлейін деп жүріп, 2020 жылы барлық фокусымды сол онлайнға қойдым. И қызығы 2020 жылы көктемде карантин болды. И барлық офлайндар жабылып жатты. И сол кезде онлайнда көбірек оқушылар келіп бастады. Соның ішінде, мысалы, офлайн жабылғанның арқасында онлайнға келген оның бірі Асылжан болды. Асылжан сол кезде келмесе, мүмкін қазір бізде ондай маркетолог болмайтын бет деген сияқты. Яғни бір ойдың арқасында бір шама мүмкіндіктер келді да. Сол жылы жарайды, мен Алматыда қалдым, офлайн аштым делік, бәрібірде ол жабылатын еді, карантин болып. Вот сол нәрсені айтуға болады. Негізі мен 140 нөмір 1 болады деп күткен жоқпын. Бірақ сол кездегі онлайнға көбірек көңіл бөлімнің арқасында и карантиннің болуы бізге өте үлкен бір әсер етті. И сол карантиннен кейін онлайнға ата-аналар да сеніп бастады, оқушылар да сеніп бастады. Оған дейін онлайн ол сенімсіз, мошенниксіңдер ма деген сияқты өте көп наразылықтарын білдіретін. И содан кейін барып уже Алматыға көшкеннен кейін 140 кәдімгідей бір осы онлайн бағытында өзін дәлелдеп бастады ғой. Сонымен біздің сұрақ жауап айдарымыз аяқталды. Біраз қызықты сұрақтар болды. Барынша шынайы жауап беруге тырыстым. Енді алдағы уақытта, яғни сұрақ жауаптың келесі айдарына сендер сұрақ қойсаңдар, осы видеоның астына комментарийға прям бұрын соңды қойылмаған сұрақтарды жазып жіберсеңдер, и біз соның ішінен теріп алып келесі сұрақ жауап айдарында жауап беретін болам. Все, бәріңе рахмет, соңына дейін көргендерің үшін. Осы видеоның астына қаншалықты сендерге пайдалы болды, өздерің пікірлеріңді қалдырсаңдар болады. Және де лайк басып, қолдап қойыңдар. Бәріңе рахмет, сау болыңдар.